Қарбыз дәні 35% ақуыздан тұрады. Оның бұлшықеттерді нығайтатын әрі холестерин деңгейін төмендететін қасиеті бар. Барлық жемістерді дәнімен бірге жей алмаймыз. Алайда олардың кейбірін дәнімен жесеңіз ағзаны токсиндерден тазартып, шлактарды жояды дейді мамандар. Бұл тізімге қандай жеміс-жидектер кіретінін білгіңіз келе ме? Қарбызды жаз айларында сүйіп жемейтін жан жоқ шығар. Оның әсіресе қып-қызыл боп піскен түрі өте тәтті болады. Көбінесе қарбыздың етті жерін жеп дәндерін тастап жатамыз. Алайда енді бұлай істеуге асықпаңыз. Себебі оның құрамы марганец, натрий, темір, мыс, кальций, жез, фосфор секілді пайда. Сондай-ақ қарбыз дәнінде бұлшықеттерге өте пайдалы ақуыз бар. Ол дәннің 35%-ын құрайды. Егер қарбыз дәнін үнемі жейтін болсаңыз, қант мөлшерін реттеп, қандағы холестеринді айдайды. Бұдан бөлек несеп шығару жолдары аурулар мен бүйректегі тасқа жағымды әсер етеді. Ағзаны тазартып, семіздіктен арылғыңыз келсе, қарбыз диетасын ұстап көріңіз. Ол үшін сізге 5 күн бойы қалаған мөлшерде тек қарбыз жеуге тура келеді. Сұйықтықтан су мен көк шай іше аласыз. Сонда 5 күнде 7-8 келі салмақ тастауға қол жеткізуге болады. Барлық адам сүйсіне жеп, жаз шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92%-ы судан тұрады. Оның адам организмін тазалауда пайдасы орасан екен. Оның құрамына А6 дәрумен топтары кіреді. Сондай-ақ антиоксидант және аминокислота секілді пайдалы компоненттер бар. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, ең жоғарғы деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдай тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі екен. Сонымен қатар қарбызда ликопен компоненті бар. Оның жүрекке, сүйекке пайдасы өте зор. Қарбыз шырынының қасиеттерімен қанықтығы оны көптеген ауруларға ем болатын дәмді халықтық дәрі-дәрмек етті. Мысалы, ол атеросклероз, артрит, қияң және қант диабеті сынды ауруларды емдеуде үлкен көмек бола алады. Қан қысымы жоғары адамдарға және цистит, простатит сынды аурулардан зардап шегетін адамдарға қарбыз шырынын жиі ішу ұсынылады. Қарбыздың дәнінде де құнар бар. Өйткені ол нәрлі заттармен байытылған, ішінде минералды тұз, темір және магний бар. Қарбыздың отаны Африка, дәлірек айтқанда оңтүстік Африка саналады. Онда бүгінгі күнге дейін бұл өсімдіктің жабайы түрлері ұшырасады. Қарбыздар дәл осы мекеннен әлемнің түкпір-түкпіріне таралған. Ежелгі Египетте де қарбыздар кең танылған, ал Еуропада ғасырлардан бері белгілі болса, Ресейде ғасырдың ортасында ғана өсіріле бастады. Өсімдіктің Қытайдағы мәртебесі өте жоғары. Батыс қарбызы деген атау бергендеріне қарағанда, қытайлықтар оны еуропалықтардан әкелген. Күні бүгінге дейін қытайлықтар қыркүйек айында қарбыз мерекесін жоғары дәрежеде атап өтеді.